Сәлем қыздар. Қазір мен сіздерге Қытайдың адресін енгізуге көрсетемін. Ол үшін біз астына список заказовқа өтеміз. Бұл міне осы Таобауда корзина деп аталады, 1688-де заказы деп аталады. Соған кіреміз. Бізге осындай міне заказдарымыз шықты. Осыны міне ары қарай складымызды енгізейік. Ол үшін мысалы орамал сатып аламыз, орамалға домалақты басып белгілейміз. Одан кейін оранжевый кнопканы басамыз. Әрі қарай міне қытайша жазу шықты. Сіздің заказыңызда адрес енгізілмеген. Енгізесіз ба дейді. Аха, жаңа адрес енгіземіз дейміз. Оранжевый кнопканы басамыз. Міне осындай жаңа қытайша сөз шықты. Жаңа адрес мынау деген уақытша адрес енгізу, мына жерге адрес енгізу дегене постоянный адрес дегенді басамыз. Және бізге осындай міне окошко ашылды. Бұл жерге біз өз адресімізді енгіземіз. Бірінші жерге міне үстіне өшірге бағанағы Таобао сияқты біз өзіміздің фамилиямызды және қаламызды жазамыз. Мына жерге міне мен Тілеубаева деп жазамын. Тілеубаева Жезказган деп жазамыз. Жезказган. Одан кейін астына телефонды жазамыз қытайша. Өз телефоныммен сол Қытайдың номерін жазамыз. 24 32 36 40. Астына енді индексті жазамыз. Астына мына жерге индексті жазамыз. 51 40 деп жазамыз. Қыздар міне 40. Енді астына адресті енгіземіз. Қыздар қарап отырыңыздар міне. Мұқият қарап осылай міне таңдайсыздар. Бірінші адресіміз қазір міне осы. Одан кейін екіншісі міне осы, екіншісі, одан кейін үшіншісі осы, одан кейін төртіншісі міне осы. Тексеріп аламыз. Біріншісі, екіншісі, мен сізге осыны скриндап қазір неңізге каналға жіберемін. Осылай қарап отырып істейсіздер. Одан кейін төртіншісі осындай, бесіншісі. Тексеріп дұрыс болғаннан кейін оранжевый кнопкамызды басамыз. Одан кейін астына мен сіздерге тағы да каналға жіберемін адресті. Сол адресті көшіріп аласыздар. Осылай көшіріп аласыздар. Одан кейін барасыздар да өшірге соны вставлять етесіздер. Одан кейін астына мына галочканы осылай қоясыз, сохранить деп, и оранжевый кнопкаңызды басасыз. Міне, көріңіздер ма қыздар, адресіміз мына жерде сақталды. Осылай енді оранжевый кнопкамызды басып, оплата дегенді басып, ары қарай оплатаңызды жасап, затыңызды сатып аласыздар.